Абай күнінде абайлап сөйлемеген партия төрағасы жұрттың сынына қалды. Құнанбайлар көбейсе, абайлар көбейет деген Қожаназаров кімнің мүддесін қорғайды? ақш-тың өтінішінен кейін Украина қазақстандық мұнайды тасымалдайтын кемелерге шабуылды тоқтатты. Қазақ мұнайында Американың қандай ақысы бар? Осы және өзге де сұрақтарға жауапты жақын арада біле аласыздар. Қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде ел дауысы, студияда Ұлжан Мұхамбек. Не себептен, үш жауап беріңізші, не себептен орыс мектебіне беріп бастыр балдарыңыз? Өздеріңіз қазақсыздар, ұруыңыз кім? Пшачка. Пшачка деген жоқ. Сіз кім? Уақ. Керемет. Хан Абылай ханның нөкері болғанда. Сіздің? Арғын. Сіз? Я из России приехала. Қандай? Ресей ұруың жарайды жақсы. Енді қараңыздар, сіз ағайындар. Біз мына баланы орысшаға беріп жатырсыз. Айтыңызшы. 3 аргумент. Бірінші. Неге? Потому что, во-первых, не мы виноваты, что у нас русский язык используется наравне с казахским. У нас тяжело. Моему ребенку будет тяжело. Я, например, не знаю, как я ходили в казахский сад. Ему будет тяжело, он не сможет учиться казахский сад. Видеода ата-аналар жиналысында кейбір ата-аналар орыс тіліндегі сыныптарды талап еткен. Жиын барысында ата-аналардың бірі айтылған сөздерді видеоға түсіріп, оны Ресейге және Владимир Путинге жіберетінін мәлімдеген. Оқиғаның мән жайын анықтау үшін Аятжан Ахметжанұлының өзіне хабарластық. Айтуынша, бұл дау 2022 жылы болған. Бүгінде аталған мектеп қазақ тілінде білім беретін мектеп ретінде жұмыс істеп тұр. Бірақ видео әлеуметтік желіде қазір пайда болғаннан кейін халық қатты талқылап кетті. Ал жақында әлеуметтік желіде фасолька лақап атымен танымал ресейлік азамат Ксения Гузаева тікелей эфир кезінде Қазақстан туралы теріс пікір айтып, қазақстандықтардың ашуын туғызған еді. Тікелей эфир барысында ол Қазақстанды Мамбетстан, Штрафстан деп атап, қазақ халқына қатысты балағат сөздер айтқан. Тоже удивился, что там есть люди, да? В Казахстане. Я была поражена Казахстаном. Я его вообще не так себе представляла. Там цивилизация. Да куда я денусь, байтер шалу? Я когда говорю, есть Павлодар, все думают, что из России. А Павлодар это Казахстан? Да, это Казахстан. Это Мурманск. Нет, Павлодар наш. Он звучит как наш, а не может быть казахстанским. Блогер Сымақ бұл әрекеті үшін жауапқа тартылды. Сот шешімімен ол айыппұл түріндегі әкімшілік жауапкершілік арқалады және заңнамада белгіленген тәртіппен оны ел аумағынан шығару бойынша тиісті шаралар қабылданды. Заңға сәйкес оның Қазақстанға кіруіне 5 жыл мерзімге шектеу қойылды. Осыдан соң полиция шетел азаматтарына ескерту жасап, елімізге құрметпен қарауға үндеді. Осындай фасолькаларды құқық қорғау органдары уақытылы орнына қойып отырса екен деген тілекпен өзге де тақырыптарға ойыссақ. Рахмет Ұлжан, 10 тамызда қазақтың маңдайына біткен ұлы ақын Абай Құнанбайұлының туылғанына 181 жыл толды. Қазақ елі болып дүркіретіп тойлаудың, Абай өлеңін еске алып рухына тағзым жасаудың орнына құрылтайға депутаттыққа үміткердің аңдамай сөйлеген сөзін талқылап кеттік бәріміз. Әңгіме Республика партиясының төрағасы Айдарбек Қожаназаров жайында. Ол Ақ жол партиясының төрайымы Дания Еспаевамен болған пікірсайыс кезінде Абайды абай қылған Құнанбайдың малы депті. Егер Құнанбай болмаса, Абай болмас еді деп аузына келгенін айта салды. Бүгін Абайдың күні. Абай күнінде Абайды абай қылған, білесіз бе не? Абайды абай қылған Құнанбайдың малы. Егер де Құнанбайдың малы болмаса, Абай болмайды. Себебі Абайдың уақыты болмайтын еді, мал бағатын. Сондықтан да біздің партия Құнанбайлардың саны көп болсын деп Құнанбайларды қолдайтын партия. Құнанбайлар не көрін Құнанбайлар көп болса, сол көрін біздің елімізде Абайлардың саны көп болады. Бұл мәлімдеменің Абай атамыздың дәл туған күнінде айтылуы депутаттар айтып жүрген сорақылықтың бірі болды. Айта кетейік, бұл дебат тележүргізуші Динара Сатжанның YouTube арнасында өтті. Қожаназаров бұл сәтсіз мысалын кәсіпкерлікті қолдау, несие беру және өндіріс мәселелері талқыланған кезде айтты. Абай атамыздың өнерін тек әкесінің малымен келді деп үзілді кесілді айтуға болмайды. Әрине,
Құнанбайдың дәулеті абайдың білім алуына, жақсы ортада тәрбиеленуіне белгілі бір мүмкіндік бергені рас. Бірақ абайдың ұлылығын тек әкесінің байлығымен байланыстыру қаншалықты дұрыс? Бұл кісінің сөзіне назар аударған жоқпын. Өйткені абай қылған Құнанбайдың малы деп айтуға ол ешқандай негіз жоқ. Әркімнің өзінің енді бір қажеттілігіне жаратып айтқан шығар деп ойлаймын. Өйткені енді осы күнге шейін абайды 180 жыл бойы ұлықтап келе жатырмыз. Абайды әлем таниды. Абайды қазақтың бесіктегі баласынан еңкейген ақсақалына шейін біледі. Сөйткен абайдың өмір дерегі қазір кез келген жерде жазулы жүр. Енді ол жоқ, олай емес, бұлай ет деп түсіндіретін бұл жерде ештеме жоқ. Абай өзі сөзімен айтып кеткен. Абай өзінің қара сөзінде айтады. Ешбір қазақты көрген жоқпын. Малды иттікпен тауып адамгершілікке жұмсаған деген сөзі бар. Не болмаса өлеңінде малға достың малы жоқ, малға достың мұңы жоқ малдан басқа дейді. Енді осы сөзден кейін белгілі ғой. Ал абайдың абай болып қалыптасуына оның әкесі Өскенбай би болған. Өскенбайдың әкесі Кеңгірбай би болған. Оның әкесі Ырғызбай би болған. Бұлар өздері 4, 5, 6, 7 атаға шейін би. Абайдың абай болмасқа амалы жоқ қой. Сол билікті көзін тырнап ашқаннан, құрсаққа пайда бола бастағаннан, әжесінің әлдиімен бесікке түскеннен бастап, бүкіл танымдық жолмен жүріп келе жатқан ана жағынан да, әке жағынан да тектілікке, қай жағынан болса да молынан беріліп тұрған баланың абай болмасқа қақысы жоқ қой. Егер мал абайды абай қылды дейтін болса, онда Құнанбайдың малынан да көп мал айдап жүргендер бар ғой, неғып бір абай шығармай жатыр. Ол мәселе ондай емес, мәселе санада ғой. Санада, мәселе түйсікте. Тіпті абайдың әкесі Құнанбайдың абайды қалай тәрбиелегені ол Абай жолы романындағы Құнанбай емес. Құнанбай бала тәрбиесіне қатты назар аударған адам. Абайды кішкентай күннен қасына ертіп жүріп, абай Құнанбайдың өзі шешен болған. Шешендікке тәрбиелеп, адалдыққа тәрбиелеп, Құнанбайдың өзінің қазір сертке антқа қалай дұрыс көзбен қарағаны белгілі, тарихтан белгілі ол. Әжесі Зере, анасы Ұлжан Қазбек бидің тұқымы. Енді екі бидің екі жағынан келіп тұрған абайдың ол қайдан шықты деген сұраққа кәдімгідей менің ойымша жауап іздеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Құнанбайдың абайдан басқа да ұлдары болды. Оларда сол әулеттің балалары сол ортаның тәрбиесін көрді, әкесінің дәулетін белгілі бір дәрежеде пайдаланды. Бірақ олардың ешқайсысы абай сияқты қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы деңгейіне көтерілген жоқ. Демек, абайды абай еткен жалғыз фактор Құнанбайдың малы емес. Оның бойындағы табиғи талант, білімге деген құштарлық, үздіксіз ізденіс, шығыс пен орыс әдебиетін меңгеруі, терең ойлау қабілеті және қазақ қоғамының мәселелерін сын көзбен бағалауы шешуші рөл атқарды. Тіпті абай өз шығармаларында байлыққа, мансапқа, болыстыққа, надандық пен рушылдыққа әуестенген қоғамды жиы сынады. Яғни оның дүниетанымы әкесінің дәулетін дәріптеуге емес, керісінше халықты білімге, еңбекке, ғылымға шақыруға бағытталды. Сондықтан абайдың ұлылығын Құнанбайдың малымен ғана түсіндіру оның жеке тұлғасын, таланты мен еңбегін екінші орынға ысырып қою сияқты. Құнанбай абайға белгілі бір мүмкіндікпен орта берген болу мүмкін, бірақ сол мүмкіндікті пайдаланып, өзін өзі қалыптастырып, қазақ тарихында өшпес із қалдырған абайдың өзі. Неғұрлым Құнанбайлар көп болса, соғұрлым абайлардың саны көп болады дейді Айдарбек Қожаназаров. Ол рас болатын болса, Назарбаевтар әулетінен неге бір абай шықпады екен? Әлде жақында гуру атанған Нұрәлі Әлиев пе Қожаназаров айтып отырған абайлар? Сол Құнанбайлардың арқасында да Қожамжаров партия құрған іспетті. Мысалы, Ұлыс медиа өзінің бір зерттеуінде Айдарбек Қожаназаровтың бизнесмен Бахараддин Аблазимовпен іскерлік байланыстарын анықтаған. Сыншылар республика партиясын саяси күш ретінде емес, салықтық жеңілдік пен субсидияларды лоббилеу үшін құрылған миллионерлердің корпоративтік кәсіподағы ретінде қабылдайды. Шулы мәлімдеме айтқан пікір сайыста Қожаназаров, егер 5 жылдан кейін сіздің сайлауалды уәделеріңіз орындалмаса, үлкен саясаттан кетуге дайынсыз ба деген жүргізушінің сұрағына былай деген екен. Это безусловно. Вы думаете, чем мы отличаемся от, вот как я говорил же, от наемных менеджеров? Тем, что для нас
Это служение нации. Мы пришли не работать, получать заработную плату. Мы пришли служить нации, отдать этой нации, отдать этому народу то, что он нам дал. И, безусловно, если через 5 лет мы не получаем результат, не 14, столько не буду ждать. Через 5 лет, если мы не получим результат, я готов уйти, значит, политика просто не то место, где Айдарбек Ходжанзаров и его команда может принести результат. Қожаназаров командасымен бірге нәтиже көрсеткеніне сенімді, және нәтиже болмаса саясаттан кетуге дайын екенін айтты. Бұған дейін ол өзін және командасын айғырға теңеген еді. Біз өзімізді бәйгеге лайықты ағыл теке ма, басқа ма, қостанай тұқымы бар, адай тұқымы бар, сондай сияқты айғырларға теңеп отырмыз. Сол бәйгеге біз дайынбыз. Бәйгеге лайықты айғырымыз алайда бұрынғы бәйгелерде ерекше көзге түсті деп айта алмаймыз. Құнанбайларды қолдайтын партиямыз деген Қожаназаров тек ірі кәсіпкерлерді қолдайтын сияқты ма қалай өзі? Себебі жыл басынан бері Қазақстанда орта және шағын бизнес күрт қысқарған. Бұған дейінгі сайлауда кәсіпкерлерді қорғаумен айналысамыз деп сайраған партия енді құрылтай сайлауында да сол ертегілерін айтпақшы. 12 тамызда өткен саяси партиялар арасындағы кезекті теледебатта кім қандай мәселе көтерді? Әрі қарай әріптесін талқылайды. 12 тамызда Жібек жолы телеарнасында құрылтай сайлауына қатысатын 7 саяси партия өкілдерінің командалық теледебаты өтті. Бұл сайлау науқаны аясындағы тікелей эфирдегі 3-ші кездесу. Алайда бұл жолы партиялар алғаш рет 2 адамнан құралған команда форматында пікірталасқа қатысты. Дебатқа Ақжол, ЖСДП, Әділет, Қазақстанның халық партиясы, Ауыл, Байтақ және республика партиялары қатысты. Негізгі тақырып заң мен тәртіп, әділетті қоғамның негізі болды. Эфир барысында сот жүйесі, полиция, азаматтардың құқықтары, кәсіпкерлікті қорғау, әлеуметтік саясат, ауыл мен қала арасындағы айырмашылық, экология және алимент мәселелері талқыланды. Дебаттың ерекшелігі партиялардың әрқайсысы өзіне тән мәселелерді алға шығарғанымен, олардың саяси риторикасында ортақ ұғымдардың көп болуы, әділет, заң үстемдігі, азаматтардың қорғалуы, экономикалық өсім және әлеуметтік тұрақтылық туралы бірнеше партия қатар айтты. Сондықтан пікірталасты бағалауда тек партиялардың не айтқанына емес, оны қалай жүзеге асыратынына да назар аудару маңызды. Дебаттың негізгі тақырыбы құқықтық тәртіп болғандықтан, сот және құқық қорғау жүйесі бірнеше партияның басты назарында болды. Әділет партиясы сот пен құқық қорғау жүйесінің тәуелсіздігін, мемлекеттік органдардың ашықтығын, адвокатура мен омбудсмен институттарын күшейтуді ұсынды. Партия өкілдері камералар мен айыппұлдардың санын көбейту өздігінен құқықтық мәдениет қалыптастырмайтынын айтты. Олардың пікірінше азамат заңды тек жазадан қорққандықтан емес, заңның әділдігіне сенгендіктен сақтауы керек. Сүйенішіміз ата заң, қорғайтынымыз адал азамат. Ережеміз қарапайым. Адалсың ба? Қорықпа. Заң бұздың ба? Жауап бер. Байлығың, лауазымың жазадан құтқармайды. Елімізде заң көп. Ол заңдарға біз ревизия жасаймыз, конституцияға сай етеміз. ЖСДП өкілдері де заңның баршаға бірдей қолданылуы, сот тәуелсіздігі және азаматтардың құқықтарын қорғау мәселелерін көтерді. Бұл ұстанымдардың ортақ тұсы құқықтық тәртіпті тек жазалау жүйесі ретінде емес, азаматтың мемлекетке деген сенімімен байланысты қарастыру. Алайда мұнда ашық қалған сұрақтар да бар. Мысалы, сот тәуелсіздігін қамтамасыз етудің нақты институционалдық механизмі қандай болады? Судьяларды іріктеу, адвокатураның дербестігі және сот шешімдерінің орындалуы қалай өзгереді? Дебатта бұл мәселелердің маңыздылығы айтылғанымен, олардың толық іске асыру алгоритмі егжей-тегжейлі талқыланған жоқ. Ал Қазақстанның халық партиясы әлеуметтік саясат пен мемлекеттік институттарды жетілдіруге басымдық берді. Бұл айырмашылықтар партиялардың өзін сайлаушыға қандай саяси күш ретінде көрсеткісі келетінін аңғартады. Сонымен бірге бағдарламаларда ортақ мәселелер көп. Мысалы, жұмыс орындарын құру, әлеуметтік жағдайды жақсарту, заңның бәріне бірдей қолданылуы және экономикалық өсім туралы бірнеше партия айтты. Осы тұрғыдан алғанда сайлаушы үшін маңызды мәселе мақсаттардың ұқсастығынан гөрі сол мақсаттарға жету тәсілдерінің айырмашылығын түсіну. Кәсіпкерлік мәселесінде Ақжол мен республика белсенді ұстаным танытты.
Ақжол шағын бизнеске түсетін әкімшілік және салықтық қысымды азайту салық саясатын қайта қарау қажеттігін айтты. Республика кәсіпкерлер үшін ережелердің тұрақты әрі түсінікті болуын, жекеменшік құқығын қорғауды және бизнесті рейдерліктен қорғау қажеттігін атап өтті. Кәсіпкерлердің құқығын қорғаймыз деп жүрген қос партия бір-бірлеріне өткір сұрақтарын қойып, кек қайтарғандай болды. Бұл ұсыныстардың астарында ортақ мәселе жатыр. Мемлекет бизнеске қаншалықты араласуы керек, кәсіпкерлікке қолайлы жағдай экономикалық өсім мен жұмыс орындары үшін маңызды. Бірақ бизнес еркіндігі қоғамдық жауапкершілікпен қатар жүруі тиіс. Экологиялық талаптарды бұзған немесе еңбек құқығын сақтамаған кәсіпорындар да жауапкершіліктен босамауы керек. Осы тұста Байтақ партиясының экологиялық ұстанымы басқа қырынан көрінді. Партия ластаушы төлейді қағидатын алға тартып, қоршаған ортаға келетін зиян үшін жауапкершілікті күшейту мәселесін көтерді. Демек, пікірталас тек бизнеске еркіндік беру керек пе деген сұрақпен шектелмейді. Мәселе экономикалық белсенділік пен қоғамдық мүдденің арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтау керек. Ауыл партиясы ауыл тұрғындарының білімге, медицинаға, инфрақұрылымға және мемлекеттік қызметтерге қолжетімділігіне назар аударды. Бұл мәселені тек табыс айырмашылығы ретінде қарастыру жеткіліксіз. Ауыл мен қала арасындағы айырмашылық сапалы мектеп, медицина, жол, интернет, ауыз су және нарыққа шығу мүмкіндіктерінен де көрінеді. Алайда ауылды дамыту тек мемлекеттік субсидияға тәуелді болмауы керек. Фермерлердің тұрақты табысы үшін өнімді өткізу, сақтау, өңдеу, логистика, су ресурстары және техника мәселелері де қатар шешілуі қажет. Бұл жерде ауыл мәселесі экологиямен де тығыз байланысты. Су тапшылығы, жердің тозуы, жайылым мәселелері ауыл экономикасына тікелей әсер етеді. Байтақ дебатта экологиялық мәселелерді ең белсенді көтерген партиялардың бірі болды. Өндірістік қалдықтар, өзендердің ластануы, ауыз су және мемлекеттік органдардың жауапкершілігі туралы мәселелер айтылды. Экологиялық талаптарды күшейту қоршаған ортаны қорғау үшін қажет. Бірақ мұндай талаптардың бизнеске түсетін экономикалық салмағын да есептеу маңызды. Өндіріс орындарына жаңа тазарту жүйелерін енгізу қосымша инвестицияны қажет етеді. Оның бір бөлігі өнімнің өзіндік құнына әсер етуі мүмкін. Сондықтан экологиялық саясатта екі мәселені қатар қарастыру қажет. Қоршаған ортаны қорғау және экономикалық салдарды басқару. ЖСДП балалардың құқықтары мен алимент мәселесін көтерді. Партия қасақана алимент төлемейтін адамдарды уақытша қаржылық қиындыққа тап болған азаматтардан ажырату қажеттігін айтты. Бұл жерде әлеуметтік саясаттың маңызды мәселесі көрінеді. Мемлекет барлық проблеманы тек жазалау арқылы шеше ме, әлде азаматқа жағдайдан шығуға мүмкіндік беретін тетіктер де ұсына ма? Қазақстанның халық партиясы да әлеуметтік шығындарды білім мен денсаулық сақтау салаларына бағыттау, сот пен полиция жүйесін жетілдіру туралы ұсыныстар айтты. Яғни партиялардың әлеуметтік саясаттағы ұсыныстары әртүрлі болғанымен ортақ мәселе әлеуметтік қолдаудың нақты және тұрақты қаржыландыру көзін анықтау. Дебат барысында партиялар бір-біріне оқты сұрақтарын жаудырды. Қазақстан халық партиясы ЖСДП партиясына тиісті, ауыл Қазақстан халық партиясына шүйлікті. Ақжол мен республика бір-біріне жеп қоярдай сұрақтар жаудырды. Бұлайша айтқанда таза аяқтан шалудың көрінісін көрдік. Енді халықтық партияның бағдарламасын ашсаңыздар, шошисыздар. Онда бақылау, қадағалау, жазаны күшейту, жаппай бейне бақылау. Сонда адам қайда қалды? Конституцияда айтты қой, адам, оның өмірі, оның құқықтары, оның бостандықтары ең маңызды деп. Сонда бұнда адамның құқығын сақтауға кепіл жоқ. Дебат кезінде партиялар көптеген мәселені көтергендей болды, бірақ бірқатар ұсыныстың нақты жүзеге асыру тетігі толық ашылмады. Біріншісі қаржыландыру мәселесі. Әлеуметтік төлемдерді арттыру, жаңа жұмыс орындарын құру, бизнесті қолдау және инфрақұрылымды дамыту үшін қанша қаражат қажет екендігі әр ұсыныс бойынша нақты есеппен көрсетіле бермеді. Екіншісі жемқорлықпен күрес механизмдері. Жемқорлықпен күрес елдің басты соры. Соны шешудің нақты жолдарын ешкім ұсынбады. Ал шетке кеткен заңсыз активтер туралы тақырыпты ешкім есіне де алмады.
Үшіншісі цифрландырудың қауіптері. Жасанды интеллект пен цифрлық жүйелерді енгізу туралы ұсыныстар айтылғанымен, жеке деректерді қорғау және азаматтардың цифрлық шешімдерге шағымдану мүмкіндігі мәселесі аз қозғалды. Жақында ғана әлеуметтік желіде хакердің Даркнетте 15 миллион қазақстандықтың жеке дерегін сатылымға шығарғаны туралы ақпарат шыққан білесіздер. Төртіншісі партиялардың сайлаудан кейінгі жауапкершілігі. Бағдарламада көрсетілген уәделердің орындалуын кім, қандай мерзімде және қандай көрсеткіштер арқылы бағалайтыны туралы нақты механизм қажет. Партиялардың көбісі баяғы әндеріне салды, ал халық құр сөзбен қурдақ құратындардан шаршады. Жібек жолы телеарнасы тікелей эфир кезінде көрерменге қай партия командасының сөзі өтімді деген сауал қойылды. Көрермен экранның төменгі жағындағы QR-код арқылы дауыс берді. 2 сағатқа жуық аралықта сауалнамаға 165.153 көрермен қатысып үлгеріпті. 2 сағатта мұнша адам дауыс бергеніне әрине көптің көңілінде күдік бар. Айта кетейік, Жібек жолы телеарнасы президенттің телерадио кешені құрылымына кіреді. Дебаттан кейінгі көрермендердің онлайн дауыс беруінде әділет алдыңғы орынға шықты. 3 дебаттың қорытындысы бойынша да әділет бірінші орында ешкімге бермей тұр. Бұл дебат нәтижелері әділеттің шынымен қоғамның көңілінен шығып жатқандығын білдіре ме? Әлде әділет жеңеді деген ойды қазірден халықтың бойына сіңіру ме? Жібек жолы дебаты партиялардың саяси позицияларында да ортақ тақырыптардың көп екенін көрсетті. Барлығы дерлік, әділеттілік, қауіпсіздік, экономикалық даму және азаматтардың әл-ауқаты туралы айтты. Айырмашылық осы мақсаттарға апаратын жолдарда. Сондықтан сайлаушы үшін партияның қанша уәде бергеннен гөрі сол уәденің қалай орындалатыны маңызды. Келесі пікірталастарда партияларға не істейсіз емес, қалай істейсіз, қанша қаржы қажет, қайдан қаржыландырасыз, қашан нәтиже көрсетесіз және орындалмаған жағдайда кім жауап береді деген сұрақтар қойылғаны маңызды сияқты. Өйткені саяси партияның шынайы айырмашылығы оның ұранында емес, сол ұранды нақты мемлекеттік саясатқа айналдыра алатын механизмінде көрінеді. Сіз қалай ойлайсыз, құрметті көрермен? Теледебатты қалай бағалайсыздар? Пікірде жаза кетіңіздер. Өзге де тақырыптарды қозғайық. Новороссийскідегі танкерлерге жасалған шабуылдар Вашингтонның назарын аударды. Өткен айдың соңында Қазақстаннан жеткізілетін мұнайдың қауіпсіздігі ақш пен Украина арасындағы келіссөздерде талқыланған. ақш вице-президенті Джей Ди Венс 31 шілдеде Украина президенті Владимир Зеленскийден Новороссийск маңындағы танкерлерге жасалатын шабуылдарды тоқтатуды сұрапты. Украиналық шенеуніктердің айтуынша, содан кейін Киев Каспий құбыр консорциумның инфрақұрылымына және Ресейге тиесілі емес кемелерге шабуыл жасамауға келіскен. Бірақ бұл кемелер Украина санкцияларына ілікпеуі және Ресей мұнайын немесе басқа да ресейлік жүктерді тасымалдамауы тиіс. Ал бұл жағдайдың Қазақстанға қандай қатысы бар? Каспий құбыр консорциумы арқылы елімізде өндірілетін мұнай әлемдік нарыққа шығады. Бағыт Қазақстан мұнай құбыры Новороссийск маңы, танкер әлемдік нарық. Кен орындарынан алынған шикізат құбыр арқылы Қара теңіз жағалауындағы терминалға жеткізіледі. Сол жерде танкерлерге тиеліп, шетелдік сатып алушыларға жөнелтіледі. Бұл экспорттық дәліз еліміз үшін аса маңызды. Қазақстан мұнай экспортының шамамен 80% осы бағыт арқылы өтеді. Сондықтан Қара теңіздегі кез келген қауіп немесе терминал жұмысының тоқтауы ел экономикасына әсер етуі мүмкін. Өткен айдағы оқиғалар соның дәлелі. Шілдеде танкерлерге жасалған бірнеше шабуылдан кейін терминалдағы мұнай тиеу жұмыстары бірнеше рет тоқтады. Экспорттық мүмкіндіктердің шектелуі бірқатар өндіруші компаниялардың өндіріс көлемін азайтуына алып келді. Reuters мәліметінше, шілде айында Қазақстандағы мұнай өндірісі маусыммен салыстырғанда 14%-ға төмендеген. Яғни мәселе мұнайды өндірумен ғана шектелмейді, оны сыртқы нарыққа үздіксіз жеткізуге де маңызды. Ал ақш бұл мәселеге неге араласты? Мұнда бірнеше себеп бар. Біріншіден, танкерлерге жасалған шабуылдар әлемдік мұнай нарығындағы тұрақтылыққа әсер етуі мүмкін. Екіншіден, Қазақстанның мұнай-газ саласында америкалық ірі компаниялар жұмыс істейді. Олардың қатарында Chevron және ExxonMobil бар. Сондықтан негізгі экспорттық дәліздегі іркіліс
Қазақстанға ғана емес, америкалық бизнеске де әсер етуі мүмкін. Вашингтон Каспий құбыр консорциумын Қазақстаннан әлемдік, соның ішінде Европа нарығына мұнай жеткізетін маңызды арна ретінде қарастырады. Сонымен ақш неге бұл бағыттың тұрақты жұмыс істеуіне мүдделі? Бұл америкалық компаниялардың мүддесін қорғау ма? Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігіне алаңдау ма? Әлде Вашингтон әлемдік мұнай нарығындағы тұрақтылықты сақтауға тырысып отыр ма? Себебі біздегі негізгі осы жаңағы теңіз Шеврон, кейін Қашаған, Қарашығанақта негізінен Америка құрама штаттарының капиталы салынған. Ол Америка компаниялары. Енді жаңағы теңіз Шевройлда бір 60-70% дейін, Қашағанда 20% Америка құрама штаттарына кіреді, ал Қашағанда да бір 15% бар. Яғни олардың компаниялардың мүддесі, мемлекеттің мүддесі деп айтпасақ та болады, бірақ Америка компаниялары. Бұл Америка компаниялары табиғи түрде өзінің үкіметінен осы Қазақстанның мұнайын енді негізінен Европаға, Италияға, Францияға, Нидерландыға экспорттаймыз. Енді мына жағынан Германияға да экспорттауды бастадық, жаңағы Устлуп деген жерімізден, Россияның территориясы арқылы. Азғантай ғана Америкаға экспорттаймыз. Өте аз, бір 2-3 миллион тоннадан жетпейді. Себебі Американың өзі мына экспорттаушы мемлекет. Бірақ негізгі жаңағы Америка компаниялары европалық мемлекеттерін осы мұнаймен қамтамасыз етіп отыр. Біздің мұнайымыздың үлесі дүние жүзіндегі бір 3%-ына жетеді. Бұл өте үлкен көлем. Бірақ Европаның кейбір мемлекеттеріне 30-40%-ға дейін сол біздің мұнайға олардың жаңағы өндірістері, заводтар бейімделген. Себебі олар алдын Российдің Урал мұнайын өңдеуші еді ғой. Олардың жаңағы араб мемлекеттердің жеңіл мұнайын өңдеуден гөрі біздің ауыр мұнайды өңдейтін өнеркәсіптері бейімделгенді. Соны енді Ресей қазір экспорттамай қойды да, оның орнына Қазақстан экспорттап жатыр. Жаңағы мен айтқан мемлекеттерге Италия, Франция, Нидерланды, соларға, әрине оларға біздің мұнай керек. Сондықтан Американ үкіметі өзінің компанияларының қолдап, сол Украинаға азғантай да болса өтініш айта алады, басын көрсете алады. Олардың өзінің бюджетіне, олардың экономикасына анаудай бір үлкен әсер болмаса да, бірақ өзінің сол Қазақстанда істеп жатқан компанияларының өтінішін орындауы керек. Америка құрама штаттары сондай саясат жүргізеді. Олар әрбір кәсіпорынның жаңағы тиімді, я болмасам тиімсіз жұмыс істегеніне қарамайды. Мәселен, біз білеміз ғой, Трамп ешбір заводқа барып, жаңағы біздің басшылар сияқты завод жақсы істеп жатыр ма, жақсы істемей жатыр ма деп жүрмейді. Бірақ жағдай жарату, яғни сол экспорттық жағдайда мемлекет аралық қатынастарда осындай шиеленістер болуына олар араласады. Әрине, бұл осы Қазақстандағы Америка инвестицияның тиімді жұмыс істеуіне Америка үкіметі мүдделі. Ал бұл Қазақстан үшін нені білдіреді? Ең маңызды мәселе еліміздің мұнай экспорты осы бағытқа айтарлықтай тәуелді. Әрине, балама жолдар бар. Бірақ қазіргі таңда олардың негізгі көлемді қысқа мерзімде толық алмастыру мүмкіндігі шектеулі. Мұны соңғы оқиғалар да көрсетті. Терминалдағы жұмыс тоқтағанда шикізатты сыртқа шығару қиындап, өндіріс көлемін азайтуға тура келді. Сондықтан бұл енді тек танкерлердің қауіпсіздігі туралы мәселе емес. Бұл Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігіне қатысты мәселе. Еліміздің негізгі экспорттық арнаға тәуелділігі қаншалықты жоғары? Қолданыстағы бағытты алмастыра алатын нақты мүмкіндіктер бар ма? Ал егер осы дәліздегі тұрақсыздық ұзаққа созылса, оның экономикамызға әсері қандай болуы мүмкін? Сарапшының пікіріне құлақ түрейік. Өте теріс әсер етеді, жауап бірден берейін. Неге? Себебі Қазақстан, мәселен, соңғы жылдары бір 100 миллион тоннаға жақын мұнай өндіріп жатыр. Соның бір 17-18 миллион тоннасын өзіміз өңдейміз. 81-82 миллион тоннасын сыртқа шығарамыз. Соның 60 миллион тоннасы осы КТК арқылы Новороссийск, яғни Ресей арқылы шығады. Бізде енді басқа баламалы жолдар бар. Мәселен, Орта Азияға біз пойызда жібереміз, цистерналарда. Көп емес, 2-3 миллион тонна ғана.
Қытайға кететін Алашенкөл құбыры бар. Ол Россиямен біргелікте істетеміз. Оған көп болса бір 7-8 миллион тонна ғана кетеді. Жаңадан ашылып жатқан Баку, Джейхан трубасы бар. Баку, Тбилиси, Джейхан деген. Ол бізге негізінен ол Әзербайжанның мұнайын экспорттауға арналған. Бізге көп болса 2 миллион, 3 миллион ғана бере алады. Мүмкіндік. Себебі біз оған Бакуге дейін жаңағы танкерлерде Каспий теңізі арқылы жеткізуіміз керек. Сонда басқа мынау баламалы жолдарға бар болғаны бір көп болса бір 15-20 миллион ғана тоннаны жібере аламыз. Қалған жаңағы 81 миллион экспорттың 60 миллионы тек қана Новороссийск, Ресей арқылы кетеді. Және бір жолымыз бар, Усть-Луга деген, енді Петербургтың жанындағы портқа, оған бір көп болса бір 2-3 миллион ғана жібереміз. Біз анау Германияға дружба арқылы бір 3 миллионға жақын мұнай жіберіп атқан едік. Қазір енді соғыс болғаннан кейін ол тоқтап, қазірше сол Усть-Луга деген жерден шығарып жатырмыз. Сондықтан көріп тұрсыздар, яғни 75% экспорттық мұнайымыз Новороссийскіге, яғни Ресейге байланып тұр. Оның орнын толтыру үшін басқа баламаларды біз өте көп әрекет жасағанның өзінде, мен білмеймін, бір 10-15 жылда да біз бұл мәселені шеше алмаймыз. Сондықтан тек қана Ресей арқылы негізгі экспорттауымыз қажет. Әрине, біз президенттің тапсырмасымен өте көп баламалы жолдарды іздеп жатырмыз. Мәселен, Орта Азияға, Қытай жағына, жаңағы Баку, Кавказ арты жақтарына, Түркия арқылы шығаруға әрекет жасап жатырмыз. Осы біздің басқа балама жолдарымыз. Бірақ бұл балама жолдардың Қазақстанның географиялық жағдайына өте ыңғайсыз. Мәселен, біз Қытайдан тау неге дейін шығыс сары теңізге дейін шығу үшін бір 5-6 мың километр труба қоюымыз керек. Оған біздің шамамыз жетпейді. Енді ол Ресейдің өзі оны ептей алмай жатыр. Орта Азиямен шығатын болсақ, Иран мен Ауғанстан мәселесі геосаяси жағдай өте күрделі. Оған біз шыға алмаймыз. Ресейдің өзі де мынау солтүстіктен оңтүстік жолын ашпақшы, соны аша алмай жатыр. Яғни бір үлкен мемлекет алып мемлекет бұны шеше алмай жатқан кезде Қазақстан оны шеше алмаймыз. Бізде жалғыз ғана осы Баку арқылы Тбилиси, Джейханға шығуымыз, яғни Түркия арқылы. Бірақ бұл таулы өлкелерден өткен үшін ол жерден көп, жаңағы айттым ғой, Әзербайжанның өзі де мұнай экспорттайды. Оның біз оған бір жаңағы бәсекелестік болып шығаруымызға мүмкіндігіміз жоқ. Өте көп әрекет жасасақ, ол жерден 5-ақ миллион тонна шығара аламыз. Сондықтан біздің бар мүмкіндігіміз, күшіміз осы Новороссийскіге, КТК арқылы, Ресей арқылы шығаруға бағытталған. Осы жерде мен бір нәрсені айтайын, неге бізге бұл өте маңызды? Мен енді айттым ғой, біздің сол экспорттайтын көлеміміз бір 81-82 миллион болса, соның 60 миллионы жаңағы труба арқылы кетіп жатқан болса, бұл бізге бюджетімізге түсетін ақшаның бір 50-60% беріп тұр. Өзі мұнай өндірісі біздің жалпы ішкі өнімнің бір 12-13% ғана. Яғни бізде әртараптандыру өте жақсы жүрді. Бізде басқа өндірістер, металл өндіріс, басқа да жаңағы салаларды дамыттық қой. 2014 жылдан бастап индустриалды инновациялық жоспарлар түздік 3-5 жылдықта, яғни 14, 19-25 жылдарда өте жақсы өзгерістер болды. Бірақ бюджетке түсетін ақшаның 60% осы кейін ұлттық қорға түсетін ақшаның негізгі бөлігі осы мұнайдан түсіп тұр. Мұнай, газ, металдан. Сондықтан, егер де біз бұл жолдан жаңағы азғантай уақыт болса да бір кедергі болатын болса, біздің бюджетіміздің табысына түсуі өте әсерлі болады. Өткен осы енді 3 рет шабуыл болды ғой. Өткен жылдарда 2 рет, биыл 1 рет. Соның өзінде біздің сол бюджетімізге бір 3-4 миллиард жаңағы теңгедек ақша түспей қалатын деген болды. Бұл енді әрине анау айтқан үлкен қаржы емес, 200-300 миллион доллар дейіледі, бірақ соның өзі бюджетке өте үлкен әсері бар. Сондықтан біз үшін өте маңызды осы КТК, яғни Ресей арқылы шығатын жолымыздың бейбіт тоқтамастан істеп тұруына.
Қазақстан Ресей мен Украина арасындағы соғысқа қатысып отырған жоқ. Бірақ оның салдары біздің экономикамызға әсер етіп жатыр. Өйткені елімізден шығарылатын мұнайдың едәуір бөлігі Ресей аумағы арқылы өтіп, Қара теңіз жағалауындағы терминалдан әлемдік нарыққа жөнелтіледі. Ал бұл аймақта әскери қақтығыс әлі де жалғасып жатыр. Яғни Қазақстан өз мұнайын өндіргенімен оны сыртқы нарыққа жеткізетін жолдың қауіпсіздігі басқа мемлекеттер арасындағы геосаяси жағдайға тәуелді. Ендеше Қазақстан мұнайы ақш, Украина және Ресей арасындағы геосаяси қатынастарда жеке бір факторға айналу мүмкін бе? Енді бір сол 5-6 компаниясының факторына айналады, бірақ мемлекетаралық факторға айналуы қиын. Неге? Себебі жаңа мен айттым ғой, біздің мұнайымыз бар болған дүниесінде 3%. Мәселен, Ресей, Сауд Аравиясы, Венесуэла сияқты мемлекеттер егер жақсы болса, олар 10%-дан береді. Әрқайсысы. Біздің сол мұнайымызды егер мына компаниялардың талабы болмаса, анау айтқан осы Америка құрама штаттарда осы Қазақстанның мұнайы үшін ертең Ресеймен я болмасам басқа бір мемлекеттермен өздерінің саясатын өзгерте қоймайды. Украинамен сондай. Бірақ біз енді біздің билік, Қазақстан билігі Украина үкіметін қолдап қуаттайды. Олардың территориялық бір өзгермеуіне көңіл бөледі. Сондықтан мен ойлаймын, Украина билігі қаншалықты Ресейге қарсы күрескенімен осы Қазақстанның осы бір не дейді, осындай қиын жағдайда тұрғанын түсінуге әрекет жасаса керек деп ойлаймын. Қазақстан мұнайының тағдыры халықаралық саясатпен біз ойлағаннан да тығыз байланысты. Бүгінде мәселе тек қанша көлемде өндіріп жатқанымызда емес, ең маңыздысы оны әлемдік нарыққа қауіпсіз әрі тұрақты түрде жеткізе алу. Соңғы оқиғалар экспорттық инфрақұрылымдағы кез келген ірі іркілістің ел ішіндегі өндіріске де әсер етуі мүмкін екенін көрсетті. Бәлкім дәл қазір экспортты әртараптандыруға және балама жолдарды дамытуға бұрынғыдан да байыппен қараудың уақыты келген шығар. Соғыстың салдарын экономикалық көрсеткіштермен ғана өлшеу жеткіліксіз. Оның ең ауыр зардабы адам өмірі. 10 тамызда Ресейдің Татарстан Республикасындағы Нижнекамск қаласында дрон шабуылы болды. Ресей билігінің мәліметінше 13 адам қаза тауып, 78 адам зардап шекті, 25 адам ауруханаға жатқызылған. Қайғылы оқиға кезінде 5 жасар қыз бала да көз жұмды. Татарстан билігінің мәліметінше дрон соққысынан кейін сынған әйнек қыздың жарақат алуына себеп болған. Қаза тапқандардың арасында Ресейде еңбек етіп жүрген Өзбекстанның 8 және Тәжікстанның 1 азаматы бар. Өзбекстан азаматтарының денелері 12 тамызда арнайы бортпен елге жеткізілді. Оқиғадан кейін Ташкенттен Нижнекамскіге арнайы жұмыс тобы жіберілді. Оның құрамында төтенше жағдайлар, сыртқы істер және денсаулық сақтау салаларының, сондай-ақ миграция агенттігінің өкілдері бар. Өзбекстан үкіметі зардап шеккен азаматтарға көмек көрсету және қаза болғандардың отбасыларына қажетті қолдау көрсету жұмыстарын үйлестіретін комиссия құрыпты. Шабуылдың нысанасы туралы не белгілі? Адам шығыны туралы мәлімет белгілі болғанымен оқиғаның нақты нысанасына қатысты тараптардың мәлімдемелері әртүрлі болып тұр. Ресейдің тергеу комитеті дрондар тұрғын үй секторы мен өнеркәсіп нысандарына соққы жасағанын мәлімдеді. Ал Украина қарулы күштерінің бас штабы Нижнекамскідегі Таньека мұнай өңдеу зауытына соққы жасалғанын хабарлады. Сонымен қатар кейбір мониторингтік ресурстар қаланың өнеркәсіп аймағында өрт болғанын жазған. Астра басылымы дрондардың Сибур холдингіне тиесілі Нижнекамск нефтехим кешенін нысанаға алған болу мүмкіндігін болжам келтірді. Бұл аумақта Таньека мен Таиф НК сияқты ірі кәсіпорындарда орналасқан. Сондықтан шабуылдың нақты қай нысанға бағытталғанын әзірге бір жақты айту қиын болып тұр. Бұл жөніндегі мәліметтер әлде нақтылануы мүмкін. Қазақстанға ықтимал әсері. Нижнекамскідегі жағдайдың Қазақстан үшінде маңызы бар. Себебі бұл қаладағы Таньека кәсіпорны Батыс Қазақстан облысындағы конденсат зауытына жеткізілетін шикізатпен байланысты екен. Нефть и газ Қазақстана телеграм арнасының мәліметінше 2024 жылдың ақпан айынан бері Таньекада өндірілетін нафта мен газ конденсаты конденсат зауытына өңдеуге жіберіліп келеді. Бұл ақпаратты қазақстандық бірнеше ақпарат құралдары жариялапты. Сондықтан Ресейдегі кәсіпорынның жұмысына ұзақ уақыт әсер ететін іркіліс Қазақстандағы зауытқа жеткізілетін шикізат көлеміне де ықпал етуі мүмкін. Бірақ әзірге конденсат зауытының жұмысы тоқтады немесе оған шикізат жеткізу үзілді деген ресми ақпарат жоқ.
Сондықтан қазір нақты шығын туралы емес, ықтимал тәуекел туралы айтып отырмыз. Қазақстан бұған дейінде конденсат зауытын отандық шикізатпен қамтамасыз ету мүмкіндігін қарастырған. Үкіметтің 2025-2040 жылдарға арналған мұнай өңдеу саласын дамыту тұжырымдамасында кәсіпорында Қазақстанда өндірілетін мұнаймен қамтамасыз ету мүмкіндігін қарастыру көзделген. Бұл мәселенің маңызы да осында. Сырттан келетін шикізатқа байланысты кез келген іркіліс отандық өндірістің жұмысына әсер етуі мүмкін. Қазір конденсат зауытына нақты қауіп төнді деп айтуға ерте. Бұдан әрі жағдай Ресейдегі кәсіпорындардың жұмысына және шикізат жеткізіліміне байланысты болады. Бүгінге айтарымыз осы, құрметті көрермен, сіздермен болған Досымжан Науханов және Ұлжан Мұхамбек. Жоба жетекшісі Гүлжан Ерғалиева. Амандықта кездескенше.